Астанадағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соттың кестесінде әнші Рүстем Жүгінісовтың Мирас Жүгінісовтың ағасы ісі пайда болды. Астанадағы әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот блогер Рүстем Жүгінісовке қатысты істі қарап жатыр. Астана соттарының мәліметінше, ол Қазақстан аумағындағы қоғамда діни алауыздық туғызуы мүмкін мәліметтерді қамтитын бұқаралық ақпарат құралдарының өнімін таратты деген айыппен жауапқа тартылуда. Әншінің қай мәлімдемесі бұл іске себеп болғаны әзірге белгісіз. Алайда алдын ала болжам бойынша іс Ақтөбедегі мешітте болған оқиғаға қатысты Рүстем Жүгінісовтың реакциясына байланысты болуы мүмкін. Айта кетейік, бұған себеп болған мешіттен жас қыз шығып келе жатқанда бейтаныс адам оған бір реттік неке қию туралы ұсыныс тастайды. Яғни бұл ұсынысты бір реттік неке қиюды Рүстем Жүгінісов қолдаған болатын. Енді осы сөзі үшін, осы қолдағаны үшін сотта жауап беретін болады.